Соңғы қоңырау өмірдің бір белесінің аяқталуы мен келесі жаңа бір кезеңнің басталуын ескертетін үн іспеттес. Оқушылар жыл сайын есейіп, жауапкершіліктері де әр оқу жылында арта түсуде. Әсіресе жоғарғы буын 11-ші сыныптарға биылғы оқу жылының аяқталуы маңызды. Себебі олардың түлек атануына бір қадам қалып, мәре сызығына жақындай түсті. 2019-20 оқу жылы 10-11 сыныптар үшін жемісті аяқталды. Түрлі деңгейдегі пән олимпиадаларынан жүлделі орындар алу былай тұрсын, енді олар ғылыми жобалармен айналысып, жылдар бойы алып келе жатқан зерттеу жұмыстарын халықаралық деңгейлерде көрсетті. Оқушылар арасында бірінші халықаралық кітап басылымы жобасына қатысқан, жылдың үздік ғылыми жобасы республикалық байқауда жүлделі орынды иеленген, Евразиялық патенттік универсиаданың жүлдегері, әдеби туындыға авторлық құқық алғандар бар. Назарбаев зияткерлік мектептері үшін IELTS ағылшын тілі деңгейінің көрсеткіштері маңызды. Осы ретте жоғарғы буын оқушылары жақсы білімдерін көрсете алып, көпшілігінің деңгейі жоғары деп бағаланды. Білім алу мен ізденіс жолында жүрген жоғары сынып оқушылары мектепшілік жобаларға да қатысып үлгерді. Шабыт алаңы, TEDx, қазақ әндері, замандастар жырлары, ұлы дала ақындары сияқты жобалардың арқасында көркем сөз шеберлері, ән мен би өнерінің майталмандары, үздік флешмоб топтары, қылғалам шеберлері, актерлік қабілеттері бар өнерпаздар мектеп қауымдастығына танымал болды. Жобаларға жыл көлемінде аса белсенділікпен қатысқан оқушылар үздіктер деп танылды. 2020 жыл еріктілер жылы аясында қайырымдылықпен көп айналысып, қоғам алдында азаматтық борышын түйсіне білген ересек оқушылар серіктес ұйымдарға жиі барып көп қолдау көрсетті. Үздік волонтер атанған көп оқушылардың 10-11 сыныптар арасынан болғаны қуантады. Себебі ақыл тоқтатып бозбала мен бойжеткен шақтарында қоғам мен адамдардың мұқтаждықтарын зейіндерінен өткізіп, қолдарынан келген қолдау көмектерін берулері бойларында дұрыс тәлім-тәрбие қалыптасқанының дәлелі. Мамыр айында өткен Халықтар бірлігі отан қорғаушылар күндері мен Ұлы отан соғысына арналған марафонда тақырыптық бейнероликтер жасап, шараларға ат салысқан жоғарғы сынып оқушылары аз болған жоқ. Оқушылар жыл көлемінде атқарған осы сынды жұмыстардың барлығы мектептің қоржынына үлкен үлес қосып, жалпы жетістіктерде жоғары көрсеткіштер көрсетуге мүмкіндік берді. Алдағы оқу жылында жоғары сынып оқушыларының жауапкершіліктері арта түспек. Жазғы демалыста тынығып, ой жинақтап, жаңа оқу жылына нақты мақсат қойып келетіндеріне сенімдеміз.